Достар, әріптестер, қонақтар, баршаңызға сәлем. Бүгін бізді керемет жаңалықтар күтіп тұр. Майнингте қалай капитал жинауды, жалпы капиталды қалай құруды, бүгінде қандай құралдар барын бәрі білгісі келеді. Кәне, бәрін рет-ретімен қарастырайық. Эфирде Дмитрий Разумовский. Бүгін сондай-ақ Игорь Бондаренко мен Сергей Дроздовский қосылады. Және бүгін сіздер керемет презентацияны тыңдайсыздар. Бұл жасанды интеллект саласында қарқынды дамып келе жатқан және қатысушыларымызға, серіктестеріміз бен клиенттерімізге зор мүмкіндіктер беретін Формула X компаниясы. Кішігірім ескерту. Бүгін инвестициялау бойынша ешқандай ұсыныстар болмайды. Біз инвестициялаумен айналыспаймыз. Біз инфрақұрылымды дамытумен айналысамыз. Және сіздер осы трендте жасанды интеллект трендінде қалайша. Орасан зор ақша, үлкен байлық жинау мүмкіндігін білесіздер. Және осыған байланысты сіздерде қандай мүмкіндіктер бар? Жасанды интеллект алдағы 5 жылда әлемді өзгертетін болашағымыздың ажырамас бөлігі. Ол қазірдің өзінде өзгертіп жатыр. Оны қолданатын адамдар көптеген артықшылықтарға ие болып, жаңа бизнестерін бастап жатыр. Әзірге бұл жаппай құбылыс емес, бірақ 5 жыл ішінде өте кең таралған болады. Және бүгін сіздер осы трендті, осы мүмкіндікті жіберіп алмауды, онымен қалай жылдам алға басып, сонымен бірге байып, өмірге қуанып, табысты әрі гүлденген тұлға болуды білесіздер. Бүгін біз жасанды интеллект арқылы табыс табу мүмкіндіктері мен монетизацияның жаңа үлгілері, алдағы 1-2-3 жылда жасанды интеллектпен байланысты майнингте қалай капитал құруға болатыны, болашағы, сенімділігі мен тәуекелдері туралы сөйлесеміз. Бұл қалыптасып жатқан триллиондық, қорықпай айта аламын, триллиондық нарық. Жасанды интеллект нарығы ауқымы жағынан криптовалюта нарығынан асып түседі, және кейбір елдердің бюджеттерінен де асып кетті. Сондай-ақ интернет бизнес кәсіпқойлары қандай таңдау жасайтынын білесіздер. Осы кездесудің соңында сіздерді инсайттар мен ұйқыларыңызды қашыратын біздің жаңалықтарымыз күтеді. Біз өз нәтижелеріміз, жоспарларымыз бен жаңалықтарымыз туралы аздап айтып береміз. Бұл соңында болады. Презентацияны бастамас бұрын екінші сұрақ. Сіз Формула X платформасының клиенті немесе серіктессіз бе? Егер ие болса, 2 санын қойыңыз. Егер жоқ болса, 1 санын қойыңыз. Сіздердің бірінші рет келгендеріңізді, бұл ақпаратты алғаш рет естіп тұрғандарыңызды түсінуім үшін сіздерге көптеген түсініксіз терминдер кездесуі мүмкін, егер бұл ақпаратты бірінші рет алып жатсаңыздар. Бұл вебинар бірінші санат үшін де, екінші санат үшін де пайдалы болады. Сонымен сіздерден 1 немесе 2 санын күтемін. 1. Егер сіз бірінші рет қатысып тұрсаңыз, ештеңе білмесеңіз, және енді ғана түсіне бастасаңыз. Ал 2. Егер сіз бізбен бірге болсаңыз, біздің серіктесіміз немесе клиентіміз болсаңыз. Жақсы, демек, бүгін біздің серіктестеріміз де қатысып отыр. Сіздер үшін кездесуіміздің екінші бөлімі өте пайдалы болады. Ал біз туралы ештеңе білмейтін, вебинарға алғаш рет келген жаңа адамдар үшін презентациямыздың бірінші бөлімі де, екінші бөлімі де пайдалы болады. Яғни, бірінші бөлімде басында біз жалпы жасанды интеллект нарығы туралы, трендтің қай бағытта дамып жатқаны туралы айтамыз. Сіздер үшін көптеген түсініксіз сөздер мен терминдер болады. Хам жемеңіздер, уайымдамаңыздар, оларды түртіп алыңыздар. Кейін осы сұрақтардың барлығына жауап алып, бұл терминдерді біздің серіктестік чатымызда талқылай аласыздар. Сондай-ақ кейінірек бұл жазбаны орыс, ағылшын, қазақ тілдерінде көре аласыздар. Сөздік қорыңызды толықтырып, жасанды интеллект нарығы мен әлемін тереңірек түсіне бастайсыз. Сонда бұл ақпарат сіздер үшін түсінікті әрі қарапайым болады. Біз күрделі нәрселерді қарапайым етуді көздейміз. Біздің Формула X платформамыз дәл осыған маманданған. Игорь, қош келдің, бізбен бірге болғаныңа рахмет. Сенің бірінші бөлімің сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Дмитрий. Иә. Сонымен қазіргі әлемде не болып жатқанын қарастырайық. Әзіргі уақытта бұрын қандай трендтер арқылы үлкен дәулет жинауға болатынын көрейік.
Ескеп түсірейікші, егер сіз 2010-2011 жылы биткоин сатып алған болсаңыз, 1000 есе пайда табар едіңіз. Дәл солай эфириум және солана сияқты альткоиндардан да пайда табуға болатын еді. Криптовалюта майнингін пайдалана отырып, сіз де өте жақсы дәулет жинай алар едіңіз. Немесе егер сіз 2017-2018 жылғы ICO-ға қатысқан болсаңыз, бірақ мұның бәрі өтіп кетті. Мұны істей алғандар жарайсыңдар. Ал істей алмағандардың көбі, мен неге бұлай істемедім деп өкіне. Ал қазір не істеуге болады? Жаңа нарықтарды ашатын инфрақұрылымдық токендер. Міне, диаграммадан солана сияқты токеннің капитализациясы 78 миллиард доллардан асатынын көресіз. BNB шамамен 116 миллиард, XRP 130, эфир 560 миллиард. Ал GMK токені бастапқыда 1,5 триллионға бағаланады. Неге? Себебі жасанды интеллекттің бүкіл нарығы өте қуатты. Ал жасанды интеллект инфрақұрылымы 15 триллион долларға бағаланған. Егер гінт токені осы нарықтың небәрі 0,5% ғана иеленсе, оның бағасы $150 асады. Ал егер гінт токені осы жасанды интеллект нарығының 10% құраса, онда бағасы $3000 асатын болады. Токеннің болашағы өте зор. Биткоиннің шыққанына 17 жыл болды, бірақ әлі күнге дейін көптеген адамдар ол туралы білмейді. Илон Маск 2040 жылы адам тәрізді роботтардың саны адамдардан көп болатынын айтты. Бірақ 2040 жыл 2009 жылға қарағанда әлдеқайда жақын. Сондықтан әрі қарай не істеу керектігін ойлану керек. Мына жерде диаграмма бар. Онда тұтас сызықпен көрсетілген жасанды интеллект нарығын және криптоиндустрия нарығын көресіз. Болашақта жасанды интеллектіні қолданбау мүмкін болмайды. Криптоиндустрия нарығы 16 жылда жасаған нәрсені, жасанды интеллект нарығы 4 жылдың ішінде ақ басып өтті. Егер сіз бұдан хабарсыз болсаңыз, сізді жай ғана автоматтандырады. Себебі жасанды интеллектінің өсу қарқыны қазіргі барлық нәрседен асып түседі. Бірақ жасанды интеллект нарығының басты мәселесі оның Microsoft, Google, Nvidia, Amazon және Meta сияқты 5 корпорацияның қолында болуы. Олар 2 мемлекетте орналасқан, яғни іс жүзінде 5 компания. Бүкіл әлемдегі жасанды интеллектінің құнын реттеп отыр. Әзірге либермандар өте қызықты модель жасап шығарды. Гонка бұл бүкіл әлемдегі қуатты компьютер иелерін бір ортақ желіге біріктіретін платформа. Бұл жасанды интеллектіні арзан әрі жылдам жасауға мүмкіндік береді. Қазір компьютер қуаты үшін күрес дәуірі басталды, өйткені жасанды интеллект мұнай сияқты. Яғни, компьютер қуаты бәріне қажет. Гонка не істейді? Бұл дәстүрлі. Ол жасанды интеллектіні пайдалануды арзандатады. Өйткені Google мен Amazon сияқты дәстүрлі алпауыттар қымбат әрі қатаң бақыланады. Біз болсақ, еркін және қолжетімді балама ұсынамыз. Энергия желінің өзін қолдауға босқа жұмсалатын басқа желілерден айырмашылығы. Гонкада электр энергиясының әрбір ватты жасанды интеллектінің нақты тапсырмаларына жұмыс істейді. Нарық бүкіл криптоиндустриядан жылдам өсуде, өйткені нейрожелілер бүгінде бәріне қажет. Мұнда өнімнің өзін кеңінен масштабтау мүмкіндігі бар. Гонка есептеу қуатын жаңа биткоинге айналдырады. Бұл біреулерге өз құрылғылары арқылы ақша табуға, ал екіншілеріне жасанды интеллектіні орасан зор шығынсыз дамытуға мүмкіндік береді. Жасанды интеллектіні дамыту баршаға қолжетімді. Гонка туралы кімдер айтып жатыр? Міне, мұнда подкасттардан алынған ішінде суреттер берілген. Бұл Оскар Хартман, Марғұлан Сейсенбаев, Александр Соколовский, Глеб Соломин сияқты танымал тұлғалар. Гонка жобасы туралы айтылатын подкасттар. Forbes журналы жасанды интеллекттің децентрализациясы бұл қазірдің өзінде келіп жатқан болашақ екені туралы бірнеше мақаланы нақты жазды. Сондай-ақ Bloomberg тегі мақала. Кеңес беремін. Скриншот жасауға немесе суретке түсіріп, осы материалмен міндетті түрде танысуға. Жобаның артында кім тұр? Даниэл және Давид Либермандар. Бірнеше бизнес құрған сериялы кәсіпкерлер, бағдарламашылар, бизнесмендер және инвесторлар. Олардың тәжірибесін инвесторлар $400 миллион астамға бағалаған.
Олар 60 миллиондан астамға сатқан танымал жоба, бұл Snapchat өнімі. Сондықтан олардың үлкен тәжірибесі мен жетістіктері бар. Және олардың жобалары мен бизнестері әлемді қауымдастықта өте жоғары бағаланады. Жинк токені дегеніміз не? Бұл криптовалютадан да артық нәрсе. Бұл жасанды интеллекттің отыны. Бұл Ганка желісінің ішіндегі әмбебап есеп айырысу бірлігі. Егер биткоин бұл цифрлық алтын болса, онда Жинк бұл болашақтың нейрожелілері жұмыс істейтін цифрлық электр қуаты. Мыңдаған бос монеталардан айырмашылығы, Жинк құны бүкіл әлем бойынша нақты есептеу қуатымен қамтамасыз етілген. Жинк бұл әмиян ішінде жай жаппайтын, керісінше сіз үшін жұмыс істейтін актив. Адамзат тарихындағы ең жылдам дамып келе жатқан нарық. Мұнда математик немесе бағдарламашы болудың қажеті жоқ. Бұл кез келген адамға қолжетімді. Бірақ Жинк токенін өз бетінше майнинг жасауды бастау үшін не қажет? Біріншіден, тет саласын, бағдарламалауды, серверлерді баптауды өте жақсы білу керек. Немесе осы технологиямен айналысатын маманын жалдау қажет, бірақ оның құны айына $5000 асады. Келесі, құны $35000 басталатын жабдықты қосу, өнеркәсіптік дата орталықтан орын тауып келісу керек. Ең бастысы, серверлерді тәулік бойы бақылау мен қадағалауды қамтамасыз ету. Ганка не ұсынады? Формуласы. Уақыт пен қаражатты аз жұмсай отырып, Ганка майнингіне қатысуға қалай көмектеседі? Майнингті небәрі $25 бастауға болады. Ыңғайлы платформа арқылы өте оңай кіру. Кәсіби тәулік бойы қызмет көрсету. Оңтайландырудың арқасында монеталардың максималды саны және клиенттерді тұрақты сүйемелдеу. Сергей, сөз кезегін өзіне беремін. Иә, рахмет, Игор. Және осы жерде тағы бір айта кететінім. Бүгін ғана Forbes'те мақала шықты. Ағайынды либермандардан өте қызықты мақала, оқуға кеңес беремін. Оны интернеттен тауып алыңыз. Ал енді әрі қарай жалғастырайық. Иә. Енді Formulax туралы сөйлесейік. Бұл майнинг пулы. Бұл GPU серверлерін біріктіретін, инфрақұрылым жасайтын және оны Ганка өндіруге, майнингіне қосатын оператор. Яғни, серверлер жасанды интеллект үшін есептеулер жүргізеді. Ал оның орнына сыйақы монета түрінде беріледі. Бұл процесс оңай көрінгенімен іс жүзінде ол өте күрделі. Ал формула кез келген адамға майнингке қатысуға мүмкіндік береді. Тәжірибеңіз бар ма? Жабдықты немесе техникалық процестерді түсінесіз бе? Маңызды емес, кез келген адам қатыса алады. Формула қандай негізгі мәселелерді шешеді? Біріншіден, GPU майнингке кірудің жоғары шегі, солай ма? Яғни, Ганканы өндіретін және жұмыс істейтін нодаларды қолдау мен қызмет көрсетуді жүзеге асырады. Екіншісі, қуаттарды кәсіби түрде басқару. Яғни, техникалық мамандар мұны үнемі қадағалап отырады, жүктемені оңтайландырады, өндірудің өзіндік құнын төмендетеді және қуатты арттырады. Үшіншісі, үздіксіз және тұрақты жұмыс. Яғни, 24/7, иә. Мамандар ноданың желіде болуын, жұмыс істеуін және максималды нәтиже беруін қадағалап, бақылап отырады. Егер бірдеңе істеу керек болса, жаңарту, жетілдіру, немесе басқа да процедуралар қажет болса, олар соны істейді. Сондықтан Formulax'те бүгінгі таңда Ганка монетасын өндірудің өзіндік құны ең төмен. Ашық экономика. Яғни, есеп жүргізіледі, жеке кабинет бар, онда майнингіңізді бүгін қанша түскенін, қаншасы босатылғанын, қаншасын шығаруға болатынын көресіз. Майнинг жасағысы келетіндерге де кіру бар. 25 іздіден бастап майнингке кіруге болады. Formulaxпен жұмысты қалай бастау керек? Біріншіден, бұл небәрі 3-ақ қарапайым қадам. GPU бейне карталарының өзі өте қымбат тұрады. Бір GPU үшін $25-35 мың, ал олар 8 немесе одан да көп данадан серверлермен жалға алынады. Оларды жалдауда өте қымбат. Оған кез келген адамның шамасы келе бермейді, бұл бір. Иә, нодалардың жұмысын баптау мен қолдаудың күрделілігі. Яғни, бұл өте қиын. Осы нодаларды қосу, баптау және күнделікті басқару үшін бағдарламалау, технологияларды әкімшілендіру дағдылары болуы керек. Сондай-ақ жеке шешімдердің тұрақсыздығы. Бұл адам өз бетінше үйде бірдеңені қосқан кезде болады.
Бірақ оның тұрақты жұмыс істейтініне және монета түріндегі сыйақы ретінде белгілі бір табыс әкелетініне кепілдік жоқ. Сондықтан майнинг бұл перспективалы, бірақ күрделі сала, ал Fortnite осы мәселелердің бәрін шешеді. Fortnite кезең-кезеңмен не істейді? Біріншісі, GPU инфрақұрылымының толық циклін жасайды. Біріншісі, аккаунт ашу, яғни сізді осы шараға шақырған адамға хабарласу. Ол сізге сілтеме беріп, қалай тіркелу керектігін көрсетеді. Ал содан кейін жеке кабинетке кіру мүмкіндігін аласыз. Өзіңізге қолайлы лицензияны таңдайсыз. Бұл екінші қадам. Иә, ол сізге майнинг жасау үшін қажет. Үшіншісі, Blink монеталарын аласыз. Яғни, майнингті іске қосқаннан кейін. Болды, оларды әмиянға шығарып, холдер боласыз. Қазір холдерлер саны 6,5 мыңға жуық. Олардың саны үнемі артып келеді. Бұл керемет. Лицензиялардың қандай түрлері бар? Мен айтқандай, иә, екінші қадам бұл лицензия. Тіпті тегін лицензия да бар, ол free деп аталады. Міне осы жерден көре аласыз. Иә, $25-дан $25,000 дейін. Мәселен, құны 1,000 болатын кәсіби лицензия сізге не береді? Ол майнинг мүмкіндігін ашады. Яғни қуаттылыққа жүктей алатын сыйымдылығыңыз $15,000 дейін болады. Және бұл лицензия 1 жыл бойы жарамды болады. Яғни кез келген соманы бөліп майнингке жібере аласыз, бірақ ең көбі 15,000. Егер сізге көбірек қажет болса, жай ғана жоғары лицензия алып, апгрейд сатып алып, сыйымдылығыңызды арттырасыз. Ал free лицензиясы не береді? Иә, сіз ештеңе төлемейсіз, бірақ майнинг сыйымдылығыңыз ең көбі 500 EOS болуы мүмкін. Бұған қоса, airdropping деген ұғым бар. Яғни, компания арнайы пул құрады. Оған өндірілген монеталардың белгілі бір пайызы жіберіледі. Содан кейін олар лицензия иелеріне айына 1 рет airdrop ретінде қосымша бонус болып бөлінеді. Сондай-ақ participation unit бар. Бұл бонустың ерекше түрі. Ол туралы қазір Дмитрий айтып береді. Олар Tech Pro және одан жоғары лицензияларға беріледі. Дмитрий, осы юнит туралы толығырақ айтып берші, өтініш. Иә, жаңа ғана естігендерімізді қысқаша қорытындылағым келеді. Яғни жасанды интеллекті. Оның біздің өмірімізде бар екенін байқамау мүмкін емес. Мемлекеттер арасындағы осы жасанды интеллектке қосылу, оған иелік ету, оны кез келген міндеттерді шешу үшін пайдалану құқығы үшін күрес. Мейлі ол экономиканы дамытуға қатысты стратегиялық міндеттер болсын. Иә, мейлі ол қоғам ішіндегі қандай да бір мәселелерді қалыптастырумен реттеу болсын. Мейлі ол банктік, ірі корпорациялардың міндеттері болсын, тіпті қазір жасанды интеллект көмегімен жүзеге асырылып жатқан әскери міндеттер болсын. Яғни, ол оңтайландырады, нақты артықшылық береді. Егер мемлекетте мұндай артықшылық болмаса, онда тиісінше мемлекет артта қалып қоюы мүмкін. Ал генг хаттамасы кез келген мемлекетке, тек мемлекетке ғана емес, корпорацияларға да генг хаттамасы арқылы өр жасанды интеллекттін пайдалануға мүмкіндік беретіндей етіп құрылған. Міне, осының өзі гонка хаттамасына, гонка жобасына тек жекелеген майнерлерді ғана емес, тұтас мемлекеттерді, тұтас корпорацияларды тартады. Солай емес пе? Олар бұл артықшылықты байқады. Сондықтан гонка өте қарқынды дамып келеді. Біз майнинг пул ретінде мемлекет үшін бұл нарыққа кіру құны. Кез келгеніне $1 миллиард тең екенін түсінеміз. Алып дата орталықтарды құруға 2-3 миллиард доллар кетеді. Бұған 1-2 жыл уақыт кетеді. Ал гонка хаттамасы кез келген мемлекет үшін бұл мәселені қас қағым сәтте шешіп береді. Яғни, API арқылы лезде қосылып, өзіңіздің ашық немесе жабық жасанды интеллект моделіңізді іске қоса аласыз. Сондықтан да бұл гонка монетасы жай ғана екінші биткоин немесе биткоиннің баламасы емес. Жоқ, биткоин бұл цифрлық алтын. Ал гонка хаттамасы бұл жасанды интеллект үшін жанармай іспеттес. Сондықтан қазір адамдар үшін гонка токенінің, яғни гем токенінің осындай зор әлеуеті ашылып отыр. Шынында да гонкаға кіру мүмкіндігі бар. Яғни $35,000 тұратын 8 гипі бұл шамамен $300,000. Демек, майнер үшін кіру шегі $300,000. Әрине, мұндай ақша кез келгеннің қалтасында бола бермейді. Мәселен, биткоин майнингін үй компьютерінде бастауға болатын еді. Ал гонка майнингін үй компьютерінде бастау мүмкін емес. Ол 8 GPU-дан басталады.
Бұл мүмкіндікке бәрінің бірдей қолы жете бермейді. Бірақ біз осы күрделі дүниелерді барынша жеңілдетіп, кез келген адамға ешқандай лицензиясыз-ақ кіруге мүмкіндік бердік. Сондықтан сіз сценарий ретінде эксперимент үшін шағын сомаға майнингті пайдаланып көре аласыз. Бірақ егер сіз тереңірек үңіліп, подкасттарды тыңдап, гонкаға келген адамдарды зерттеп, осы технологияны меңгерсеңіз, әрине, майнингіңізді барынша арттырғыңыз келеді. Майнингті барынша арттыру үшін біз майнингтегі лимитіңізді көбейтетін лицензиялардың өнімдік желісін жасап шығардық. Одан әрі Formulax платформасының ішінде біз ірі лицензия иелеріне берілетін Participation Inner атты ынталандыру жүйесін әзірледік. Ол сыйлық ретінде, бонус ретінде тегін беріледі. Яғни, егер сіз $1000 жоғары лицензия сатып алсаңыз, онда Participation Inner аласыз. Оның мөлшері 1000, 2500, 5000 және тағысын тағы болады. Ал енді бұл не нәрсе? Unit бұл біздің ішкі есептік бірлігіміз. Олардың саны шектеулі. 10 миллион. Бұл іс жүзінде ерте қатысу сертификаты болып табылады. Бұл ішкі есептік бірліктің мақсаты сіздің Formulax экожүйесінің пайдаланушысы ретіндегі қатысу деңгейіңізді көрсету. Және инфрақұрылымды белсенді дамытқаныңыз бен дамуға қосқан үлесіңіз үшін сізге осы юниттерді есептеу. Миссия мен мақсаты. Біз пайдаланушыларымыз жай ғана тұтынушы емес, инфрақұрылымның бір бөлігіне айналатын цифрлы қатысудың жаңа моделін жасап жатырмыз. Ал Participation Unit бонустарды, бонустық бағдарламаларды, басымдықты қолжетімділікті және платформамыздың мүмкіндіктерін бөлуге негіз болады. Дәл осы Formulax, болашақта қолданылуы, көкеңде саны шектеулі, мен айтқандай 10 миллион. Әзірге олар ешкімде жоқ, бірақ бүгінгі вебинардан бастап олар сізде пайда болуы мүмкін. Болашақта олар бонустық пулдарға, арнайы бағдарламаларға қатысу, жаңа өнімдерге қол жеткізу және басқа да марапаттау түрлері үшін қолданылуы мүмкін. Мысалы, қазір сіздерге Participation Unitті қолдануға болатын 3 мысал келтірейін. Сонымен біріншісі. Яғни біздің бірінші нөмірлі пул болуды мақсат етіп отырғанымыз ешкімге құпия емес. Әрине, бұл жолда бізді кездесу күтіп тұр. Біз қазір оны қалыптастыру, талқылау, ұйымдастыру сатысындамыз. Жарыс негізін қалаушылар Либерман ағайындылар мен Давид және Дэниелмен тікелей кездесу. Міне, осы кездесуге біз өз клиенттерімізді, серіктестерімізді шақырамыз. Сізді шақыру немесе шақырмаудың негізгі факторы. Осы кездесуге рұқсат беру немесе бермеу сізде. Participation Unit'тің болуына байланысты. Кімде көбірек болса, әрине, бұл көптеген адамдарда болады. Біз іріктеу жасаймыз, мысалы, алғашқы 10-дық немесе 20-лық, және бұл тек осы қатысушылар үшін ашық болады. Яғни, бұл мүмкіндік сіздерге қолжетімді болады. Келесі, біз Formulax платформасы ретінде Вьетнамға, Таиландқа бару немесе Гонконгта кеңсе ашу сияқты көшпелі іс-шараларымызды ұйымдастырамыз. Тиісінше, бұл іс-шараларға кез келген адам келе алады. Бұл ашық мүмкіндіктер болады. Егер сізде Participation Unit болса, әсіресе олар өте көп болса, онда бұл іс-шара сіз үшін тегін болуы мүмкін. Тіпті ұшуда тегін болуы мүмкін, өйткені сіз осы қатысуға, платформамыздың дамуына үлкен үлес қостыңыз. Егер сізде олар аз болса, онда сізге жеңілдік қарастырылуы мүмкін. Осы іс-шараға қатысу үшін. Өйткені іс-шара билетті, қонақ үйде тұруды және кездесудің өзін ұйымдастыруды қамтиды. Ал егер олар сізде жоқ болса, онда іс-шараның толық құнын төлеуге тура келеді. Яғни, осындай артықшылық бар. Бірінші, екінші. Үшінші артықшылығы біздің платформа, біздің майнинг пул, басқа көптеген майнинг пулдардан айырмашылығы. Қазір олардың саны 10-нан асады. Яғни, тіпті 20-дан да көп болуы мүмкін. Біз білмейтін кішкентайлары да бар. Демек, олардың бәрінде бірдей заңды тұлға, яғни компания немесе платформа сияқты құрылым жоқ. Біз ресми, ашық және заңды түрде жұмыс істейміз. Бізде компания бар. Біз өз алдымызға, компаниямызды қорлар қызығушылық танытатындай деңгейге дейін дамыту мақсатын қойып отырмыз. Бүгінгі таңда бізге 2 қор қызығушылық танытып отыр. Олар біздің клиентіміз болып, біз арқылы майнинг жасауға қызығушылық танытуда.
Яғни, біз оларға қолжетімділік пен шарттарды ұсынамыз, олар өздері үшін майнинг жасай алады. Қорларға гонканы майнинг жасау не үшін керек? Қорлар қазіргі уақытта экономика мен нарықтың тұрақсыз екенін түсінеді. Және ақша табудан гөрі, оны жоғалту мүмкіндігі әлдеқайда жоғары. Сондықтан қорлар өздері үшін қорғаныс активтерін іздейді. Әрине, олар биткоинді ұстайды. Әрине, өздері үшін белгілі бір акцияларды ұстайды. Солай ма? Қорлар жабық монеталарға, токендерге кіреді. Олар гонкаға ешқандай жолмен кіре алмайды. Яғни тек біз арқылы ғана біздің таныс қорларымыз. Олар біз арқылы гонканы майнинг жасағысы келеді. Иә. Біз қазір олармен осындай келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Осылайша олар біз арқылы жабдыққа да майнингке де қол жеткізе алады. Әрине, біздің өсімімізді көріп, ал біз ерте ме, кеш пе капитализациясы $100 миллион болатын компанияға айналамыз. Біз қорлар үшін қызықты боламыз. Бұл қорлардың гинт токенін өндіру мен майнинг жасау бойынша ең ірі пулдың бір бөлігіне иелік ету үшін қажет. Осы қорлар үшін біз компаниямыздың 10-20% ұсынамыз. Тиісінше біз бұдан белгілі бір пайда профит табыс аламыз. Пул құрамыз, пул. Және осы пулдың бір бөлігін немесе бүкіл пулдың өзін participation unit иелеріне таратамыз. Демек, бұл сіздің платформаның және жалпы экожүйенің дамуына қосқан үлесіңізді монетизациялау тәсілі. Міне, қолданудың осындай үш мүмкіндігі бар. Мен әлі participation unit иелерінің біздің әртүрлі инсайдерлік ақпараттарға бірінші болып қол жеткізетіні туралы айтқан жоқпын. Олар біздің инсайдерлік өнімдеріміз бен платформаның жаңа мүмкіндіктеріне бірінші болып қол жеткізеді. Яғни, олар әрқашан бірінші болып, бізден ең тиімді шарттарды алатын болады. Жалпы алғанда participation unit дегеніміз осы. Дмитрий, рахмет. Бұған иелік ететіндер веб тұлғалар екенін түсіндім. Бұл маған жиі ұшатындардың мәртебелері болатынын еске түсірді. Онда әртүрлі деңгейлер болады. Gold, Silver, Platinum, және олар артықшылықтарға ие болады. Компания есебінен бизнес класспен, бірінші класспен және тағы басқалармен ұшады. Шамамен осындай бір деңгей. Иә. Дәл солай. Рахмет. Ал ендеше әрі қарай жалғастырайық. Сонымен Formula-X лицензиялары қалай жұмыс істейді? Яғни, біріншісі бұл толықтыру және пул үлесі, солай ма? Пайдаланушы лицензияға байланысты өз теңгерімін, мен айтқандай сыйымдылығын толтырады. Және бұл қаражаттар біріктіріледі. Кім майнингке қанша жіберсе, 10 мың астыден $10 мың тұратын пулдарға жиналады. Пайдаланушы жеке кабинетінде осы үлесті таңдайды. Мысалы, егер $1000 салса, бұл 10 мыңдық пулдың 1/10 бөлігі болады. Егер $100 болса, онда 100-ден 1 бөлігі. Сонымен сіздің үлесіңізге сәйкес, әрі қарай монеталарды алу болады. Әрі қарай қалыптастыру және кезек болады. Иә. Яғни, пул толтырылғаннан кейін компания ірі GPU жалдау мүмкіндіктерін іздей бастайды. Иә, оларды жалға алады, қосады, тексереді, баптайды және тағы басқа. Бұл олардың бүгінгі таңда қаншалықты қолжетімді екеніне байланысты. Және бұл орта есеппен 7-ден 14 күнге дейін созылуы мүмкін. Әрі қарай инфрақұрылымға іске қосып жүреді. Яғни пул жұмыс істей бастайды, және ол 30 күн, 1 ай жұмыс істейді. Одан кейін сіз кабинетте пул іске қосылған кездегі JNK өндіру болжамын көресіз. Иә, және сіз, ол тәулігіне 1 рет жаңартылып тұрады. Нарықтық жағдайды ескере отырып, шамамен қанша өндірілетінін көре аласыз. Иә. Пайдаланушы дәл өз үлесін көреді. Міне, ол пул үлесіне қанша салды және қанша монета алатынның күтілетін мөлшері. Ал әрі қарай есептеу жүреді, және мұнда жарыс токеномикасы да қарастырылған. Локирование бұл тиісінше 180 күнге бұғаттау. Майнинг іске қосылғаннан кейін 7 күннен соң алғашқы монеталар есептеледі. Олар 180-нен 1 бөлігі бойынша бұғатталған, күн сайын бұғаттан шығарылады. Және сіз оларды тікелей жеке кабинеттен әмиянға шығара аласыз. Бұл қысқаша, кейін шешім қабылдағанда толығырақ біле аласыз. Ал мынау сіздерге майнингке арналған дата орталықтардың қалай көрінетіні туралы сурет. Бұл ешкімге түсініксіз шығар, бірақ өте қызық деп ойлаймын. Сонымен 8 GPU-дан тұратын осындай бір шкаф, кейбір бағалаулар бойынша әртүрлі елдерде $250 мың $350 мың дейін тұрады. Неліктен гинк немесе монета? Гонка, гинк бұл биржалардағы тикер. Жүздеген және мыңдаған есе табыс әкелу әлеуетіне ие.
Бұл неліктен бұлай болып жатыр? Біріншісі шектеулі ұсыныс. Яғни гинк эмиссиясы небәрі 1 миллиард болады. Болды, нүкте. Ешқашан жаңа монеталар шықпайды. Және бұл биткоинге ұқсас тапшылық принципі. Сұраныс артып, ұсыныс шектелгенде бағаның өсуі орын алады. Ал жи агенттері үнемі жетіліп, қуаттарды пайдаланатындықтан. Кез келген жи агентіне қуаттар қажет. Тиісінше, олар гонка қуаттарын пайдаланып, ол үшін гонка монеталармен төлей алады. Демек, оларды пайдаланады, сатып алады, бір жерден тауып, өздерінің инференстеріне жұмсайды. Яғни осы есептеулерге Осылайша нақты жи есептеулер үшін төлем бірлігіне айналады. Мұнда сондай-ақ халвинг моделі қарастырылған. Егер сіз сайтқа кірсеңіз, гонка және токеномика бөліміне өтсеңіз, мынадай графикті көресіз. Мұнда әрбір 1480 дәуір сайын болады. Бірінші дәуір бұл шамамен 4 жыл. Дәлірек айтқанда, әр 4 жыл сайын өндіру 2 есе азаяды. Бұл дегеніміз, биткоинда 4 жылда бір рет күрт 2 есе азаяды, ал мұнда біртіндеп. Мәселен, бәрі бір күнде бір дәуір үшін 320 мың монетадан басталды. Қазір бұл бір дәуір үшін 300 мың монетадан аз. Осылайша төмендей береді, 4 жылдан кейін 2 есе азаяды. Тиісінше ұсыныс азаятын болады. Эмиссия азаяды, бұл да бағаны жоғары көтереді. Биткоин сияқты әрбір халвингтен кейін баға күрт өседі. Гонка даму қарқыны бойынша биткоин желісін өз жолының басында 20 есе орап кетті. Мәселен, биткоинге 7 жыл қажет болған инфрақұрылымды дамытуды гонка 3 айда жасап тастады. Биткоин 7 жылда жасағанын гонка 3 айда жасады. Осы 3 айдың ішінде $250 миллион инвестицияланды. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Яғни биткоинге бұл үшін көп уақыт керек болар еді. Ал қазір гонка не істеп жатыр? Қазір даму қарқынды жүріп жатыр. Үнемі қандайда бір жаңалықтар шығып тұрады. Майнерлер жиналып, пул иелері әртүрлі ұсыныстарға, жаңалықтарға дауыс береді. Яғни бұл әзірлеушілер мен майнерлердің арқасында дамып жатқан нағыз орталықсыздандырылған жоба. Гинк майнингінің экономикасы. Яғни бастапқыда майнингтің өзіндік құны бір монета үшін 10-20 цент шамасында болды. Бұл қараша-желтоқсан айларында болған еді. Кейін өзіндік құны біртіндеп өсті, ал қазіргі өзіндік құны, егер сіз дәл қазір майнинг жасасаңыз, шамамен 0,55-ден 0,65-ке дейін, яғни 55-65 цент болады. Осы уақыт ішінде өсім 2-3, тіпті 4 есеге дейін болды. Небәрі 3-4 ай ғана өтті. Сәйкесінше бұдан әрі не болуы мүмкін? Сіз жай ғана күтіп, өсімнің қандай болатынын көре аласыз. Кейінірек басқа монеталар мысалында өсімді көрсетеміз. Айтпақшы, монета листингі әлі болған жоқ. Токендерді майнингтеу және бұғаттан шығару циклі осылай жүреді. Мен айтқандай алдымен орнату жүреді. Баптау мен орналастыру бірден 14 күнге дейін созылады. Адамдар келіп, пулдарға белгілі бір сома салады. Пул жиналған соң ол майнингке жіберіледі. Майнинг кезеңі 30 күн. 30 күн өткеннен кейін бұғаттан шығару кезеңі басталады. Дұрысырақ айтса, ол майнингтің бірінші күнінен басталады. 30 күннің алғашқы күнде токен майнингте өседі. Ол сіздің әмияныңызда бұғаттан шыға бастайды. Бұғаттан шығару кезеңі жалпы 180 күнді құрайды. Бірақ өндірудің бірінші күннен бастап күн сайын 180-нен бір бөлігі беріледі. Әртүрлі салымдардан токендегі табысыңыз қандай? Бұл сіз түсінуіңіз үшін мысал ретіндегі сурет. Мысалы, сіз майнингке $1000 салдыңыз дедік. Қазіргі 0.55-0.65 өзіндік құнымен монета саны 1,5 мыңнан 1800-ге дейін болады. Бұған дейін Дмитрий немесе Игорь белгілі бір жағдайларда бір монетаның құны қанша болатынын айтқан болатын. Егер ол триллиондық нарықтың 10%-ын иеленсе, онда бір монета $3000 болады. Яғни, холдер монеталарды неғұрлым ұзақ ұстаса, соғұрлым көп есе пайда табу мүмкіндігі жоғары болады. Ал $10,000 салсаңыз, 15 мыңнан 18 мыңға дейін монета алуға болады.
100 мың доллар салғанда 150 мыңнан 180 мыңға дейін монета аласыз. Бізде 100 мың және одан да көп қаражат салған бір емес, бірнеше клиенттеріміз бар. Сондықтан мен оларды құттықтаймын. Олар нағыз мықтылар. Міне, осындай суреттен кейін не істеу керек? Сізді шақырған адамға дереу хабарласып, маған сілтемені тез бер, мен тіркелемін деп айту керек. Ұқсастық келтірсек, біз қазір биткоиннің басында 2011 жылда тұрғандаймыз. Ол кезде биткоин $1 шамасында болған. Ал бізде әлі де үлкен өсім перспективасы бар. Жарыстың қарқынын ескерсек, алдағы 2-3 жылда біз өте үлкен нәтиже көреміз деп ойлаймын. Енді ортаға Дмитрийді шақырғым келеді. Дмитрий бізге тарихи мысалдарды көрсетіп береді. Иә, Сергей, біздің Формула X платформасының қалай жұмыс істейтінін айтқаныңа рахмет. Ұқсастық келтірсек, иә, біз шынымен де осы жарыстың ең басында тұрмыз. Алдымызда не күтіп тұр? Алдымызда тікелей бізге ірі инвестициялық қорлардың қызығушылық танытуы күтіп тұр. Олардың басқаруындағы капиталдар шамамен 50-ден 100 миллионға дейін. Яғни біреуінде 50, екіншісінде 100. Яғни бұл қорлар әзірге біз арқылы 100, 200, 300, 500 мыңмен кіруді сынап көруде. Яғни өздері үшін гонка майнингін жасауда. Яғни олар ақшасынан аса құлықсыз айырылады. Бірақ бір нәрсені жіберіп алып жатқандарын түсінеді. Міне осы қорлар гонканы толығырақ түсінеді. Зерттеген бойда олар 1, 2, 3, 10 миллионнан сала бастайды. Майнерлер майнинг жабдықтарын өндірушілер. Бүгінде бұл майнинг жабдықтарын шығаратын ең ірі өндірушілердің бірі Bitfury. Ол $5 миллиард астам сомаға биткоин майнингіне арналған жабдық сатып, орасан зор байлық жинады. Жасанды интеллект тапсырмалар үшін баламалы жабдықтар шығара бастағанда баламалы Nvidia чиптері емес, өздерінің ASIC чиптерін шығарады. Яғни, олар оны шығарған бойда, олар оны 2-3 айдан кейін ақ шығара алады. Тиісінше, біз осындамыз кезеңінен ортасына ауысамыз. Яғни, майнерлер $10 миллион кіріп, жаңа жабдықтарды орната бастайды. Дәл осы жасанды интеллект қажеттіліктер үшін. Және осы жаңа жабдықта гонканы бірнеше есе көп мөлшерде майнинг жасауға болады. Бірақ сонда не болады? Бүгінгі таңда бұл шамамен 3,5 мыңдай. GPU, гонка майнингіне қосылған осындай серверлер, ал олар 3 мың емес, 30 мың болады. Сол кезде біз майнер ретінде GNK монеталарын 10 есе азала бастаймыз. Оның курсы да 10 есе өседі. Яғни ол биылғы жақын арадағы 3-6 айдағы өсуі мүмкін. Міне, біздегі осы мүмкіндік терезесі, шағын ғана терезе, ол небәрі бірнеше аймен ғана өлшенеді. Сол кезде біз гонканы барынша тиімді, барынша ыңғайлы және барынша көп мөлшерде майнинг жасай аламыз. Кейін мұндай мүмкіндіктер ешқашан болмайды. Биткоинмен не болғанын еске түсіріңізші. Бұрын биткоинді бейне карталарында майнинг жасауға болатын еді. Күніне 1, 2, 3, тіпті 10 биткоиннен алуға болатын. Қазір гонка токендерінде дәл солай күніне 1, 2, 3, 10 данадан өндіруге болады. Тиын. Бұл 10 есе, не 100 есе, немесе 1000 есе аз болады. Себебі ірі капитал, нарықтың ірі ойыншылары енді ғана келе бастады. Егер сіз Марғұлан Сейсенбаевпен, Оскар Хартманмен, Александр Соколовскиймен болған осы подкасттарды көрсеңіз, қазір гонка хаттамасына және жалпы жасанды интеллект нарығына кімдердің келіп жатқанын түсінесіз. Ірі ойыншылар. Міне тарихи мысалдар. Бұл теория емес, практика. Біз мұнда эфир, Solana, Cardano, Avalanche және Bind сияқты токендерді алдық. Binance Smart Chain. Тиісінше кезінде оларды тиын-тебенге алуға болатын еді. Бәрінде арзанырақ алуға болатын еді. Сол эфирдің өзін 30 центтен алуға болатын еді. Листингте оның бағасы $2 дейін жетті. Ал листингтен кейін 1 жыл өткен соң бағасы саудаланып, ол 37 есе өсім көрсетті.
Solana listingке дейін 20 цент, листингтен кейін $1, листингте 5 есе, ал бір жылдан кейін 127 есе өсті. Cardano дәл солай, листингте 10 есе, листингтен кейін бір жылдан соң 33 есе өсті. Avalanche дәл солай, листингте 8 есе, бір жылдан кейін 130 есе өсті. Binance Coin листингте 15 есе, листингтен кейін бір жылдан соң 130 есе өсті. Яғни, листингтен кейін бір жылда 100 есе өсу, бұл нақты мақсат. Біз жарыстың озып бара жатқанын көріп отырмыз. Биткоиннан нарыққа ықпалы жағынан басқа криптовалюталардан асып түседі. Яғни, бұл криптовалюталар 100, 200, 300 миллиард долларлық нарықтарды ашты. Жарыс токенінің әлеуеті 5-7 жыл ішінде 15 триллион долларлық жасанды интеллект нарығы, оның 10%-ын иелену бұл 1,5 триллион. Яғни, 5-7 жыл ішінде жарыстың капитализациясы 1,5 триллион болуы әбден мүмкін. Осындай көрсеткіштермен жарыстың құны, нарық сыйымдылығын монета санына бөлгенде, бір монета үшін 2-3-4 мың доллар болады. Сондықтан да негізгі сәттер бар. Листингте 5-10 есе, листингтен кейін бір жылдан соң 100 есе өсім. Және 1000 есе, 2-3 мың есе, 5000 есе өсім. Жасанды интеллект нарығы бүгінгі таңда бағаланып отырған шынайы ауқымына дейін дамығаннан кейін. Сондықтан да жарыстың өзіне де, жарыс протоколына да, оның қандай нарық ашатынына да осындай үлкен назар аударылып отыр. Ірі мысал, Bitfury инвестициялық қоры, бұл майнинг жабдықтарын шығаратын ең ірі өндіруші. Жарысқа 50 миллион доллар инвестициялайды, оның 12-сін инвестициялап қойды, ал 32 миллионға тікелей жарыс майнингіне арналған жабдықтар шығаруда, бірақ жалпы ол жасанды интеллект қажеттіліктеріне арналған. Тиімділігі жағынан бұл жабдық Nvidia карталарынан бірнеше есе асып түседі. Бұл туралы Forbes'та жарияланымдар бар, бұл туралы сұхбатта бар. Оларды YouTube'дан тауып көріңіздер. Оның пайымдауынша, орталықсыздандырылған машиналық интеллект жасанды интеллект инфрақұрылымындағы ең маңызды стратегиялық бағыттардың біріне тез айналуда. Ал гонка бұл бағытты ерекше жылдамдықпен алға жылжытуда. Сондықтан да ірі қорлардың бірі гонкаға қосылып, оған қатыса бастады. Техникалық ашықтық пен қауіпсіздік, шынайылық пен сенімділік дәлелдері. Технологиялар Certic, CryptoRank, GitHub, Ганкасkan сияқты танымал рейтингтік агенттіктермен расталған. Барлық қажетті құжаттамалар бар. Яғни тек осыдан кейін ғана қорлар жобаны қарастыра алады. Бұл қазірдің өзінде өткен кезең. Сіздер үшін, әрбір пайдаланушы үшін, бүгінгі кездесуге келген жаңа клиенттер үшін майнингке $25 көлеміндегі сәлемдесу бонусы қолжетімді. Бұл бонус платформада тіркелген сәттен бастап 1 ай бойы жарамды. Сондықтан, егер сіз әлі тіркелмеген болсаңыз, тіркеліңіз және сізді шақырған адамнан осы бонусты қалай алуға болатыны туралы толық ақпаратты біліңіз. Оны қалай алуға, иеленуге және бізден нағыз сыйлық алуға болатынын біліңіз. Ганканы майнинг жасап қана қоймай, сонымен қатар осы бағытты алға жылжытқысы келетін Formula X платформасын дамытып, серіктестік бағдарлама арқылы табыс тапқысы келетін серіктестер үшін біз сейсенбі және жұма күндері Мәскеу уақытымен 11-де, Дубаймен 12-де, Қазақстанмен 13-де бизнес таңғы астар өткіземіз. Біз Formula X кабинетін қалай пайдалануды, серіктестік бағдарламаның мүмкіндіктерін барынша қалай қолдануды, әлеуметтік желілерде қалай дұрыс жарнамалауды талқылаймыз. Яғни, модерациядан өту үшін, заңдарға сәйкес болу үшін, 3000-нан 100 мың долларға дейінгі табысқа қалай шығуды, клиенттермен қалай дұрыс жұмыс істеуді, не айтуға болатынын, және не болмайтынын. Майнинг арқылы бизнесті қалай дұрыс дамытуды, серіктестерді қайдан және қалай табуды үйретеміз.
тұлғалық өсу, мотивация бойынша кеңестер мен сабақтар береміз. Және компаниямен $100,000 және одан да жоғары сомаға тікелей келісімшартқа қалай отыруға болатынын айтамыз. Бүгінгі таңда компанияда осындай 3 келісімшарт бар. Бұл тек бірінші айдың нәтижесі. Әрі қарай біз сіздерді өсу қарқынымызбен таң қалдыратын боламыз. Бұл қазіргі жүргізіп жатқан келіссөздерімізге негізделген. Және одан әрі. Бұл оқуға қалай қосылуға болады? Сілтеме әрқашан Формула X командалық чатына келеді. Негізгі чатқа. Өздеріңізді менторларыңыздан, тәлімгерлеріңізден осы чатқа қалай қосылуға болатынын және оқу туралы ақпаратты қалай алуға болатынын сұраңыз. Сейсенбі және жұма күндері сағат 11-де біздің жол картамыз. Біріншіден, біз Формула X P2P серіктестері үшін P2P платформасын жасаймыз. Онда гонка токендерін олардың бұғаттан босатылуын күтпей-ақ сатып алуға немесе сатуға болады. 180 күндік, яғни айталық, сізде сондай қажеттілік бар делік, сонда сіз мұны істей аласыз. Біздің мақсатымыз бірінші нөмірлі пул болу. Әзірге бұл тым өршіл естілуі мүмкін, бірақ бұған бірқатар алғышарттар бар. Мысалы, біздің үздік нодамыз. Біз бір айда 4 ноданы іске қостық. Біздің 4-ші нодамыз. Оның сілтемесін кураторларыңыздан сұрай аласыз. Иә, ол тиімділігі мен майнинг бойынша көшбасшы. Жұмыс өнімділігі мен референстерді өңдеу бойынша бүгінгі таңдағы барлық нодалардың ішінде үздік. Яғни, бұл біздің пулымыздың басты ерекшелігі. Бұл біздің IT командамыздың техникалық дайындығы. Яғни, біз нодаларды қалай баптауды, басқаруды, қызмет көрсетуді және олардан максималды өнімділікті қалай алуды білеміз. Яғни, дәл осы себепті біз өнімділік пен тиімділік бойынша бірінші орындамыз. Және тек осының өзі. Бізге барлық пулдардың ішінде бірінші нөмірлі пул болуға мүмкіндік береді. Екіншіден, бізде біз арқылы кіргісі келетін қорлармен тікелей байланыс бар. Бұл үлкен капиталдар. Үшіншіден, бізде өте үлкен командаларды дамытуда керемет маркетингтік тәжірибе бар. Жеке өзім айталық 2 рет 1 миллиард рубльден тарттым. Бұл шамамен $20 миллион. Әртүрлі инвестициялық бағыттарға. Яғни, менде бұл дағды, бұл қабілет бар. Екіншіден, бірінде 50, екіншісінде $100 миллион бар қорлар. Үшіншіден, бізде майнинг жабдықтарын өндіруші Betfree-мен тікелей байланыс бар. Біз бұл қуатты жабдықты өзіміз үшін, яғни жеке пайдалануға сатып алуды жоспарлап отырмыз. Ал төртіншіден, біз ағайынды либермандармен маркетингтік интеграцияны, подкасттар мен іс-шараларды жоспарлап отырмыз. Біздің командада біздің үздік кеңесшіміз. Иә, негізгісі, онлайн трансляцияда 7 тілге. Әртүрлі 7 тілге аудармасы бар YouTube тегі бір мезгілде қатысушылар саны бойынша Гиннес рекордын орнатқан, тіркелген Гиннес рекордын орнатқан іс-шара өткізді. Яғни тиісінше бізде. Командада осы кеңесшімен серіктес бар. Иә, бұл бізге жарыстың өзін және Formula X-ті танымал етуде керемет маркетингтік серпіліс жасауға көмектеседі. Яғни, бізде осы нарыққа әсер етудің негізгі тетіктері мен құралдары бар. Бізде әлеует бар, және біздің бірінші нөмірлі пул болу амбициямыз толық негізделген. Біз іс-шара жоспарлап отырмыз. Визасыз келуге оңай елдерде. Түркия, Вьетнам, Таиланд, Қазақстан және Гонконг. Және айтып өткенімдей, қорлармен серіктестікті, Гонконг юрисдикциясында бас кеңсені ашуды және капитализацияны $100 миллион шығуды жоспарлап отырмыз. Біз мұны қанша уақытта жасаймыз? 1 жылда ма, әлде 2 жылда ма? Қалай болғанда да біз мұны істейміз. Яғни, біздің мақсаттарымыз нақты қадамдармен расталған. Бізбен кездесудің ең жақын мүмкіндігі бұл шара. Blockchain Live Дубайда болуы керек еді, бірақ 14-15 сәуірде Мәскеуде өтеді. Билеттерді форумнан алуға болады. Егер сіз осы шараға қатысуды алдын ала шешсеңіз, онда менторларыңызға хабарласыңыз.
гонка және Формула X брендімен шыққан мынадай футболкаға тапсырыс беру үшін. Және осы шарада сапалы байланыстар орнатып, кері байланыс алып, үлкен әсер қалдырып, клиенттер жинау үшін. Бұл клиенттер табуға болатын ең жақын іс-шара. Клиенттер жинау үшін осындай шараларға міндетті түрде барыңыздар. Өткен уақыттағы нәтижелерге келсек, серіктестеріміз маған бірнеше рет сұрақ қойды. Мен қанша аламын? 100 немесе $1000-ға қанша токен келеді? Міне кеше біздің ең алғашқы пулымыз 1 айлық жұмысын аяқтады. Сонымен $100 алғаны. Серіктестеріміз 133,5 G Enki токенін алды. Демек, қашан? Кез келген пулға қосылу туралы шешім қабылдамас бұрын. Калькулятормен есептеп көріңіздер. $100-ға қанша токен түсетінін байқаңыздар. Біз токендерді майнингтің өзіндік құнымен алдық, яғни 0,595 немесе 0,59. Әрине, комиссиядан кейін біздің пулдың 20% комиссиясын шегергенде, клиенттер майнинг арқылы өндірілген таза токендерді алды. Осылайша гонка жобасына тікелей қолдау көрсетті. Яғни, жоба дәл осы майнингтің GPU-ды қосатын майнерлердің арқасында дамып жатыр. Токенді нарықтан сатып ала салу жеткіліксіз, оны міндетті түрде майнинг арқылы алу керек. Бұл жаңа философия, токенді майнинг арқылы алудың мүлдем басқа жолы. Бұл таза токен, бұл сіздің инфрақұрылымға өз үлесіңізді қосқаныңызды білдіреді. Жасанды интеллект майнинг арқылы білім алып, қосылып, деректер алды. Ал сіз тиісінше дайын кейс алдыңыз. Осындай кейстің арқасында салыстыру арқылы біздің серіктестеріміз басқа майнинг пулдармен ұқсастықтарды байқады. Біздің ноданың жоғары тиімділігі, түсінікті әрі қарапайым механикасы мен ашықтық арқасында қанша токен алатынымыз белгілі болды. Осының арқасында біз бірінші айдың өзінде 1000-нан астам жаңа клиент жинадық. Бұл бізге 40-тан астам пулдың жұмысын бастауға және 4 нодамыздың іске қосылуына мүмкіндік берді. Екеуі жұмысын аяқтады, қалғандары жалғастыруда. Қазір 5-ші ноданы қосу алдында тұрмыз. Бұл туралы келесі шараларда толығырақ айтамын. Сонымен барлық қатысушылар үшін қуанышты жаңалық бар. Қызықты жаңалық. Біз дәл бүгін, дәл қазір Формула X жеке кабинетінде Participation Hub бөлімі пайда болғанын хабарлаймыз. Бұл сіздің жеке дербес сертификатыңыз жасалатын бөлім. Оны кім алғысы келеді? Іс-шарада оған қол қойылып, сіздің атыңыз жазылған арнайы бланкіде шығарылады. Яғни, нөмірленген сертификат. Яғни, сіз бүгіннен бастап Participation Unit'ті 2 жолмен ала аласыз. Бірінші жолы лицензия сатып алу. Ал мына Promo X 2 сәуірдің 9 мен маусымның 10 аралығында 2 ай бойы алуға болатынын білдіреді. Осы кезеңде X2, яғни 2 есе көп. Лицензия сатып алу арқылы Participation Unit. Яғни, бұл бонус, сыйлы. Қазір сіз оны біздің дамуымыздың ең бастапқы кезеңінде ала аласыз. Бұрын соңды болмағандай 2 есе көп. Мұнда енді ешқашан болмайды. Бұл промо қайталанбайды. Ол бүгіннен бастап күшіне еніп, тура 2 ай бойы жарамды болады. Сонымен қатар, сіз Participation Unit'терді тек лицензия сатып алу арқылы емес, серіктестік бағдарламаны дамыту арқылы да ала аласыз. Бұл туралы ертең сағат 11-де сөйлесіп, бонустарды қалай 2 есе көп алуға болатынын егжей-тегжейлі айтып береміз. Ал мұны не үшін істеу керектігін мен сәл ертерек айтып кеткенмін. Ал енді сіздерде жиналып қалған сұрақтарға жауап беруге көшейік. Біз қазір чатты оқып, не жазып жатқандарыңызды көрейін. Бүгінгі вебинар, бүгінгі промо және бүгінгі жаңалықтар туралы пікірлеріңізді білдіріңіздер. Олар шынымен де Гнонка хаттамасын түсінген біздер сияқты сіздердің де ұйқыларыңызды қашырама. Формула X қалай жұмыс істейтінін түсінгендерге.
Егер сіз бірінші айды майнингтен өткізіп, гінгі алып, оны шығарып жатсаңыз, бөлісе аласыз. Яғни қанша гінгі майнинг жасағаныңызды және қанша шығарғаныңызды жаза аласыз. Ал мен әзірге сұрақтарыңызды күтемін. Сіздер сұрақтарыңызды дайындап жатқанда, менің гномка жобасына қатысты болу мүмкіндігі не? Деген сезімін тасып жатқанын айтқым келеді. Орталықтандырылмаған жасанды интеллекттің дамуына үлес қосу мүмкіндігі уақыт машинасын пайдаланғандай сезімге бөлейді. Өйткені менде ешқашан биткоин сатып алу мүмкіндігі болмаған. Дұрысырақ айтсақ болды, бірақ мен оны естімедім. Яғни оны $1-дан, 2-ден, оннан тіпті 250-ден сатып алу. Яғни мен оны істемедім. Бірақ гномканы жіберіп алмаймын, бұл анық. Сонымен иниттердің іс-әрекетін қашан сезінуге болады? Мен айтқандай, оларды біз ұйымдастыратын іс-шараларымызда сезінуге болады. Қашан және қандай? Келесі зумдарда бұған толығырақ тоқталамыз. Жақын арадағылар бол. Біз жоспарлаған әзірге күндерін келісіп жатырмыз. Яғни, бұл біздің мақсатымыз. Яғни, ағайынды либермандармен подкаст, мүмкін кездесу. Яғни, сол жерде униктерді сынап көруге болады. Сұрақ қою құқығын немесе осы шараға қатысу құқығын алуға болады. Және келесі бір жерде жиналған бойда айырмашылығын бірден түсінуге болады. Яғни, сіз үлес қостыңыз, сізге белгілі бір бонус. Қоспасаңыз, тиісінше бонус та азырақ болады. Промо бойынша слайдты қайтаруға бола ма? Әрине болады. Қандай пайдалы веб-сайттар бар? Бастысы, Formula X компаниясының не істеп жатқанын біліп отыру. Formula X платформасына тіркелген бойда төменде оң жақта пайдалы сілтемелер болады. Сайтқа біз жарыстың өзінің white paper-ын қостық. Тікелей жарыс сайтынан алынған және токеномиканы. Оларды міндетті түрде жүктеп алып, зерттеңіздер. Бұл материалдармен мұқият танысып шығыңыздар. Біздің сайтта факт бөлімі пайда болды, яғни ең танымал сұрақтарға жауаптар. Оларды оқып шығыңыздар. Асықпаңыздар, яғни асығудың қажеті жоқ. Тек тексеріп, түсініп, зерттей беріңіздер. Бірақ түсініп жатқанда, сіз қазірдің өзінде майнинг жасап жатырсыз. Майнингті қандайда бір шағын тесттік сомадан бастаңыз. Осыдан кейін мән-жайды түсіне бастаңыз. Барлық сұрақтарыңызға жауап алыңыз. Содан кейін ғана нақты кіру, нақты майнинг, гонка экожүйесі мен Formula X платформасын дамыту туралы шешім қабылдаңыз. Тек бәрін толық түсінгеннен кейін ғана. Бұл сайттарға барлық сілтемелерді біз тікелей Formula X сайтына қостық. Яғни, сізге қолжетімді болуы керек басты сайт Formula X. Бүгін біз қатысушыларымыз үшін арнайы бейне нұсқаулық дайындап жатырмыз. Ол біздің арнада жарияланады. Бірінші кезекте, әрине, серіктестік чатта. Бұл қазіргі клиенттерімізге, майнингті бастап кеткендерге арналған чат. Мүлдем көлемсіз қалай алуға болатыны туралы. Гонка токенін. Мүлдем ешқандай төлемсіз. Яғни, барлық қажетті нұсқаулықтарды дайындаған бойда бұл туралы ақпарат шығады. Аз мөлшерде болса да, егер сіз ешкімге сенбесеңіз, және ақшаңызбен дауыс бергіңіз келмесе, оны күн сайын алуға болады. Монеталарды қалай шығаруға болады? $100-ға 131 монета алдым. Тамаша, Руслан. Монеталарды қалай шығаруға болады? JNK бөліміне кіріп, клейм батырмасын басып, монеталарыңызды әмиянға жинайсыз. Одан кейін мына бөлімге кіресіз. Дашборд. Сол жерден JNK монетасын тауып, шығаруға қойып, әмияныңызды көрсетіп, баланс қаласыз. Бүгінгі таңда
5G ең кейген бастап комиссиясыз шығаруға болады. Біз барлық комиссияларды пул ретінде сіздерден алдық. Сондықтан монеталарды ешқандай комиссиясыз, таза күйінде аласыз, ал болашақта шығару шегін төмендетеміз. Бір монетаға дейін, бір G ең кейге дейін. Бүгінде 5-тен жоғары соманы еркін шығаруға болады. Әмиянды компьютерге кепілер ретінде орнатыңыз. Ол орнатылмайтын елдерде, өйткені ол барлық елге жарамайды. Hot Wallet децентрализацияланған әмиянын орнатыңыз. Ол MetaMask немесе Trust Wallet сияқты жұмыс істейді. Hot Wallet'тің механизмі түсінікті әрі қолжетімді. Seed фразаны сақтап қойыңыз. Бұл сіздің жеке әмияныңыз. Оған монеталарыңызды шығара аласыз. Және оларды емін еркін қолдана беріңіз. Ал егер біздің ресурстарға әлі жазылмаған болсаңыз, орыс және ағылшын тілдеріндегі Telegram арнамызға жазылыңыз. Арнада чаттар бар, сол жерде сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Осы іс-шараға сізді шақырған адамға міндетті түрде хабарласыңыз. Сізде әрқашан жол көрсетуші, тәлімгер немесе ментор болуы керек. Ол бәрін түсінген. Барлық пайдалы сілтемелер мен материалдарға ие, бұл сізге бәрін тез түсінуге, уақытты үнемдеуге көмектеседі, және сізді хабардар етіп отырады. Сізді бүгінгі кездесуге шақырған адамға алғыс айтыңыз. Осымен менде бәрі тәмам, келесі кездескенше, ертеңгі оқуда жүздескенше. Осымен бітті, сау болыңыздар.